Бүгін біз тәтті американдық бәліш әзірлейміз. Ол үшін бізге керегі: қамыры үшін ұн, сары май, мұздай су, тұз, салмасына алма, крахмал, корица, ұн, мускат жаңғағы және қант. Қамыры үшін майды кішкентай шаршыларға бөлеміз. Ұнға салып араластырамыз. Тұз қосамыз. Май мен ұнды майда домалақтар пайда болғанша жақсылап араластырамыз. Ең соңынан мұздай су қосып, қамырды илейміз. Қамыр осындай болып шығуы керек. Ас пленкасына орап, мұздатқышқа 1 сағатқа салып қоямыз. Алманы қабығынан ашып, қатты бөлігін алып тастап, кішігірім шаршы етіп тураймыз. Құмшекер, сары май, крахмал, ұн, корица, мускат жаңғағын және жарты лимонның сығындысын қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Салмасы дайын. Қамырдың 1/3 бөлігін алып қойып, үлкен бөлігін жіңішке етіп жаямыз. Формадан сәл үлкендеу етіп жаямыз. Менің формамның диаметрі 22 сантиметр. Салмасын салып, тегістеп жаямыз. Қамырдың қалған бөлігін жіңішке етіп жайып, ұзын таспа ретінде кесеміз. Таспалардың көмегімен осындай себет тоқимыз. Шетін қайырып, тәтті бәліштің бетіне жұмыртқаны жағамыз. 180 градуста 30 минут пісіреміз. Керемет дәмді американдық тәтті бәліш дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін каналыма жазылыңыздар. Видео рецепт ұнаса лайк баса кетіңіздер.